Саламатсыздар, құрметті көрермендер. Бүгін бізде Зейнеп жоғары көпсалалы колледжінің 3-ші курс студенті Тыныш Ұлдананың жобасы қорғалады. Қазір сәттілік қорғай берсе болады. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Тыныш Ұлдана Мелтайқызы. Зейнеп көпсалалы колледжінің 3-ші курс студентімін. Менің жобамның тақырыбы ұлттық стильдің жаңа тынысы. Бұл тақырыпты таңдаған себебім импорттық әйелдер киімін ұлттық стильдік әйелдер киіміне ауыстыру. Біз өнімдерді 100% қой жүнінен тігеміз. Жобаның мақсаты табиғи және экологиялық таза материалдан заманауи ұлттық киім. Қазақтың ұлттық киім элементтерін қазіргі сәнге бейімдеу. Сонымен қатар әйелдерге арналған жайлы, жылы және сәнді киімдер тігу. Материал сипаттамасы 100% қой жүні, экологиялық таза, жылы, ұзақ тозбайтын киімдер тігу. Жеке шаруалар мен серіктес өндірушіден сатып алынады. Арнайы өңдеуден өткен жұмсақ әрі сапалы мата. Оның ерекшелігі заманауи пішіндегі ұлттық киімдер, пальто, камзол, жилет секілді. Жеңіл сәнді және жылы ұлттық өрнек пен қазіргі стильдің үйлесімі. Өндіріс процесі шикізатты алу, жүнді өңдеу, үлгі жасау және тігу, үтіктеу, орау, жеткізу. Қажетті жабдықтар жалғыз жұмыс жасаған жағдайда тігін машинасы 1 дана 200 мың теңге, оверлок 1 данасы 170 мың теңге, манекен 3 данасы 50 мың теңге, қалған басқа ұсақ-түйек нәрселер 250 мың теңге. Барлық сомасы шамамен 740 мың теңге. Ал егер командамен жұмыс жасаған жағдайда тігін машинасы 3 данасы 600 мың теңге, оверлок 2 данасы 340 мың теңге, үтік және үстел 2 данасы 100 мың теңге, манекен 3 данасы 50 мың теңге, барлық тоже ұсақ-түйек нәрселер 290 мың теңге. Барлық сомасы бағасы 1 380 мың теңге болады. Кіріс пен шығыс есебі жалғыз жасаған жұмыс шығындары. Шикізат 200 мың теңге, коммуналдық 150 мың теңге, жалпы сомасы 350 мың теңге болады. Ал кіріс 40 данасын 20 мыңнан егер сататын болсам 800 мың теңге болады. Таза пайда айына шамамен 450 мың теңге. Ал командамен жұмыс шығындары шикізат 600 мың теңге, жалақы 300 мың теңге, коммуналдық 300 мың теңге, жалпы сомасы 1 500 мың теңге болады. Кірісі бұл жерде 100 данаға өсіреміз, тоже 20 мыңнан сататын болсақ, общий сомасы 20 миллион. Пайда мен тиімділік. Өнімге сұраныс маусымдық және тұрақты. Жобаның өзін ақтау мерзімі 2 ай. 1 айда таза пайда жалғыз жұмыс жасаған кезде 450 мың теңге болады, ал командамен жұмыс жасаған кезде 500 мың теңге болады. Артықшылықтары табиғи және экологиялық өнім, ұлттық мәдениетті дәріптеу, ішкі нарықта ұлттық киімдерге сұраныс жоғары, шағын өндіріс икемді жұмыс